Мен Жаңелин атындағы орта мектептің 9 сынып оқушысы Әділбек қызы Ақтиын жас өлкетанушы номинациясы бойынша Атай жылқысын таныстырушы, насихаттаушы Мұқырбаев Бұғабай Майрамбай ұлын таңдап отырмын. Ол кісі 1963 жылы Ақшымырау кенші атында көпбалалы отбасында дүниеге келген 10 баланың екіншісі. Әкесі Майрамбай атбегі болғандықтан мал шаруашылығымен айналысқан. Бұғабай ағаның айтуы бойынша 3 жасынан бастап атасы Мұқырбай оны атқа отырғызып, өзімен бірге жылқы малының қыр-сырын үйрете бастайды. Қазіргі таңда шобық шаруа қожалығының жарты дүниені дүршілкендірген Атай жылқыларын насихаттаушы бойынша оларды бақылап, шұғылданып жүрген шобық шаруа қожалығының иесі. Ол Маңғыстаудың, облыстың, ауданның, ауылдың мақтанышы Бұғабай Мұқырбаевпен мақтансақта болады. Оның отбасында 1984 жылы Бұғабай аға Тоғызова Күлпаш апаймен отау құрған. 6 бала тәрбиелеген. Ал қазіргі таңда ұлын ұяға, қызын қияға қондырып бақытты отбасылардың бірі. Немерелерін де осы атбегілік ісімен шұғылдандырып отыр. Al ya. Burası bir. Ya bismillah. Burası. Gittik mi? Şahı. Su vardı. Атбегілікті жетістіктері өте көп. Мысалы, Астанада болған 2007 жылғы Назарбаев кубогын иеленген. 2012 жылдың 19 қазанда Ақтауда бірінші орын иеленген. 2014 жылы Францияда Кан қаласында болған жарысқа қатысушы болған. 2015 жылы Ресейдің Рязань қаласында бас жүлде иегері болған. 2018 жылдың 22-23 қыркүйегінде Құланды ауылында бас жүлде Гранда Лада машинасын ұтып алған. 2018 жылы Тельман ауылында бірінші орын иегері болған. Ресейден жүлдемен оралған қуаныш иесі бүкіл Маңғыстауға, қазаққа мерей сыйлаған жеңімпаз Атай жылқысының иесі, бапкері және бәйгі бала Бектас, оның әкесі атбегі Бұғабай ағамыз бізге сол бәйге туралы, жалпы қазіргі Маңғыстаудағы ат сайысы туралы әңгімелеп берсін. Аға, алаш әңгімені жаңа Рязандағы бәйгеден бастаса. Рязанға мен енді барған жоқпын ғой. Өзім барған жоқ. Аты дайындадық бір 4-5 ай. Қыстай дайындап жатырмыз. Ана Бектас барып шауып, сояқтан орнарып бірді, 2 ат алып кетті. Бір аты 120-дан бірінші орын алып кетті. Оларды бұрында барып, Рязанға бірнеше рет барып келіп жүр. Астанадан орындар, Ақтаудан да, Рязаннан ап. Екінші атты кеше онда аяқ астын байқақты қосып жібердік. Ол 80 шақырымнан бірінші орын алдық. Қайтып шапты, қарай қойды, онда мен бірінші орын алдық, алып келдік. Аман барды, аман келді сол. Оны білем. Бектас айтады оны қараған, қайтып шапқандары. Бәрекелді. Ал өзіңіз бұл ат баптаумен қашаннан бері айналысып келе жатсыз? Ата-бабаңызда бұл кәсіппен айналысқандар болса? Ат баптауды мен есімді жиғанда 3 жасымда Кәрекер Мұқырбай дейтін жылқы бақты, соның артында жүрдім. Жылқы қайырсы соның артында жүрдім. Ол уақытта 68-67 жылдар сол есімді келімде. Өзім 63-мін ғой. Есім білген 67-тен бастап есім білетін сияқты. Себебі қасында көрші інім бар, көрші 67.
сол туғанда біледі да қай жерде туған, қай төбеде қарай. Сонан бері білетін сияқты. Содан мен соны кәкеміздің артында өстім, шығырына міндім, жылқы айырыстым, жаңағы 4-5 жасымнан бастап. Жаңағы аттың суына тигенде шаптым, солар қаптанды шығырына. Содан кәрі кәкемнен үйрендім, бері жас әкемнен үйрендім. Сонда сөйтіп келатырмыз, өмірім солай. Onun bir canda Elmera vardı, odan кейін қайтып келіп оқуға түстік, оқуға бардық. Бәке, бара болған кездеріңнен де бір сырт нелерді айтып көрді. Қаламқасқа бардық, Қаламқаста мына өндірісте жұмыс жасап жүрдім. Жұмысты тастап, осы ат жатсам да, ат тұрсам да, ат. Ақшаны қойып Қаламқаста. Атқа кетіп қалдым. Ауылым едім шаруашылық, шолық шаруа қожалық аштық. Сонымен ат жөнінде малды көбейтіп жатырмыз. Жұмысшылар да бар қасымда, міне келешегі үш түйе сауады. Андасында бір қошып жүрген көткенде бие сауамыз. Мына келіндеріміз де балдарымыз сол атты айнасында жұмыс. Мұнайшылық жұмысын тастап, ата кәсібі атбегілікке ауысқан екен. Енді соның ішінде адай жылқысы туралы бізге кеңірек айтып беріңізші, тұқымы, оның қасиеті басқа жылқылардан. Енді қазір апарып көрсетем ғой, адайдың қасиеті ол талғамайды ғой іштеген. Ол жем бер демейді, ол су бер демейді, уақытында келеді, суын береді, жем береді, жабыққа қамап, басқа жылқыларын тұқым сияқты. Олар не қылмайды, қыста да боранда жүре береді, жазда ысыра кәдімгі жараң ашты далада. Сондай дайын адайды жақсы, дайын мал. Қай кезде де мініске де, бәйгеге де, сойып жейсең де, семіз қайбақта да. Енді герой Бұл сұхбатымыздың зерттеуін қорытындылай келгенде, ауылымыздың атбегісі ата жылқысының насихаттаушы Мыңғырбаев Бұғабай Майрамбайұлы Қазақстан Ақтау арнасының тілшісі Бақтыбай Жайлау мен Алтын Қазақ тележобасында сұхбат берген. Осы сұхбаттарды зерттей келе бала кезінен ата кәсібі жылқы малына қызығушылығы ерекше болғандықтан, өсе келе мұнай саласында қызметінен бас тартып, ата кәсібіне жылқы баптап, ат жаратып, таза қанды адай жылқысын әлемге танытқан. Баласы Бектас Мыңғырбаев та сол ата кәсіпті жалғастыруда. Бірнеше жүлделі орындардың иесі 2020 жылдың блогер Берік Тәуенов адай жылқысы атты деректі фильмінде түсірген. Ауылымыздың мақтанышы Бұғабай ағамызға деніне саулық, отбасына амандық, кәсібіне табыс тілейміз. Адай жылқысының кең көлемді әлемге танымдап беруіне тілектеспіз.